өмірінде бір рет болса да жанына қатты бататын, жүрегін жаралайтын сөзді естіген болар. Мұндай сәтте ішкі жан дүнием астан-кестен болып, бір сәтке бәрі тоқтап қалғандай сезіледі. Сол мезетте денем ауырлап, жүрегім шаншып, ішімде бір нәрсе сынып кеткендей күй кешемін. Алғашқы секундтарда сенер-сенбесімді білмей, айтылған сөздің мағынасын санамда қайта-қайта айналдырамын. Мүмкін мен дұрыс істемеген шығармын, әлде бұл сөздер маған арналмаған ба деген ойлар санамды шырмап алады. Бірақ біраз уақыт өткен соң шындықты қабылдауға мәжбүр боламын. Кейде мұндай ауыр сөздерден кейін ашу қысса, кейде керісінше үнсіз қалып, өз-өзіммен күресіп кетемін. Іштей әлгі сөздің маған қаншалықты әділетті айтылғанын саралаймын. Егер ол рас болса, өзімді іштей жеймін. Ал егер әділетсіз айтылған болса, жүрегімде реніш пен өкпе жиналады. Бірақ уақыт өте келе түсінемін, ауыр сөздер өмірдің сынағы. Олар мені не сындырады, не күшейтеді. Осындай сәттерде өзімді жоғалтпай, сабыр сақтап, барлығын ақылмен қабылдау ең маңыздысы екенін ұғынамын. Себебі ең бастысы өзімді бағалау, өзімді түсіну және әр ауыр сөздің өмірдегі орнын дұрыс анықтау. Кейде ауыр сөздер жүрекке дақ салып қана қоймай, менің өз-өзіме деген сенімімді әлсірететіндей көрінеді. Әсіресе сөз жақын адамнан, маған маңызды біреуден шықса, оның әсері еселене түседі. Неге дәл осылай айтты, мен сондай жаман адамым ба деген ойлар маза бермейді. Қанша тырыссам да ішімдегі түйін тарқамай, көңілім құлазып, өзімді жалғыз қалғандай сезінем. Біраз уақыт өте келе байқаймын, ауыр сөздердің бәрі бірдей менің шын мәніндегі болмысымды сипаттамайды. Кейбіреуі ашу үстінде, кейбірі білместікпен, енді бірі мені ренжітуді мақсат етіп айтылған болуы мүмкін. Сондықтан мен өзіме сұрақ қоямын. Бұл сөз мені шынымен сипаттай ма? Әлде бұл тек біреудің эмоциясының нәтижесі ме? Осындай ойлардың ішінде жүріп мен өзімді бақылауды үйренемін. Егер ауыр сөз әділетті болса, мен оны өзімді дамыту үшін пайдалануға тырысамын. Ал егер ол әділетсіз айтылса, оны жүрегіме жақын қабылдамауға талпынамын. Себебі әр адамның аузынан шыққан сөз оның өз ойының, өз ішкі әлемінің көрінісі ғана. Қанша ауыр тисе де мұндай сәттер мені шыңдайды. Олар маған адамдарды, олардың ниетін, тіпті өзімді жақсырақ түсінуге көмектеседі. Сол себепті ең бастысы өзімді жоғалтпау, сыртқы сөздерге еріп кетпеу, жүрегімнің түбіндегі шынайы менді сақтау.